Сәлем достар! Бүгін сіздерге таңғажайып мультфильм «Город героев». Дамған технология, үлкен жүрек және пуф-пуф еткен аппақ памперс робот. Қош келдіңіздер, супергеройлар да емші болып кеткен «Город героев» әлеміне. Танимыз ба? Бұл Хиро Хамада. Я, кәдімгі жасөспірім гений. Математикадан 10 алды, бірақ тәртіптен -5. Бала роботпен айқас ұйымдастырып ақша табады. Яғни бізше айтқанда, қалада кішкене робот бойка. Ол қалаға келіп, өзінің магниттен жасаған роботмен рингке шығады. Оның қарсыласы Ямаданың роботы. Оны бірінші турда турап тастайды. Ал екінші рет шыққанда Ямаданың чемпионын туп болмағандай бөлшектеп тастайды. Бала 30 ақшасын алып шыға бергенде, жеңілген Яма оған келіспейді. Сол кезде Тадаши ағасы дәл уақытында келе қалады да, інісін алып кетеді. Бірақ оның ағасы Тадаши нағыз періште. Достым, мультикті бастамас бұрын каналға тіркеліп, лайк баса кетейік. Бұл маған келесі видео шығаруға көп септігін тигізеді. Ал жалғастырайық ендеше. Солай жолда кетіп бара жатқанда оларды полиция ұстап алады. Себебі робот шайқасы заңсыз екен. Содан полиция бөлімшесінен әпкесі кеп алып шықты. Үйіне келе салып, Хиро кезекті боттар шайқасына қатысқысы келіп отырады. Бірақ ағасы алдап, өзімен бірге технологиялық университетіне алып келеді. Университетінде достармен таныстырады. Олар бірінен бір өткен гик балалар. Әр қайсысы бөлек мини завод қой. Тадаши робот жасап шығарған. Бірақ бұл робот, достар, кәдімгі темір трансформер емес. Бұл памперс киген ауа шарындай дабалақ. Аты Беймакс. Здравствуйте, я ваш медицинский помощник. Осы сөзінен кейін сені түгел сканерлеп, у вас уровень стресса 97 фаенді деп сабырға шақырады. Беймакс, нағыз қазақ апаларындай. Баймакс, нағыз қазақ апаларындай. Шай ішіп кет. Бір сөзбен жүрегіңді жібітеді. Профессор кіріп талып, Хироға сен өз өнеріңді көрсетің келсе, жылына бір болатын жарысқа қатыс. Бірақ ол жерде жай ғана анкета толтырып түсе салмайсың. Сен өнер табыс жәрмеңкесінде ғылыми стартап көрсетуің керек дейді. Жәрмеңке күні келеді. Барлық студенттер iPhone 20, лазерлі күрек, антигравитациялы домбыра сияқты дүниелерді көрсетіп жатқанда, Хиро микроботтарды көрсетеді. Кішкентай ғана темірден жасалған, бірақ өте ақылды мыңдаған микроботтар. Олар оймен басқарылады, сахерде болады, төсекте болады. Кенектесең көшіп қону компаниясы сияқты заттарды көтеріп тасиды. Бұл роботын көрген инвестор қызығып, мен көп суммаға сатып алайын дейді. Бірақ профессор оларға сенбе деп кетіп қалады. Хиро ағасымен далаға шықты. Мен универге түстім деп қуаныштан Баймакста секіріп тұрады. Бірақ сол микроботтармен бірге апат та бірге келеді. Іште өрт болады. Ағасы іште профессор қалып қойды деп ішіне жүгіріп кіреді. Бірақ сол сәтте жарылыс болып, іштегі профессор мен ағасы қайтыс болады. Ағасының қайғысынан кейін ол сабаққа да бармай, депрессияға ұшырайды. Хиро отырып микроботты аяғы түсіріп алды. Ол ай дегеннен бұрыштан Баймакста шыға қалады. Баймакс Хиродан эмоциялық қана әсерін байқайды. Ол өзінің бір микроботын жинай бергенде, ол бір жаққа қарай тартылып тұр. Баймакс баланың көңілін көтерем деп микроботты лалып шығып кетеді. Олар артынан келе бір тастанды гимаратқа келеді. Олар ашық тұрған терезеден кіріп, микроботты жасап жатқан жерге келеді. Бірақ микроботтар оларға қарсы шабуыл жасайды. Олар қашып шығады. Хиро күдіктенеді, мұны кім жасады деп. Әрі қарай нағыз Шерлок Хиро іске кіріседі. Және Баймакске төбелесу білетін басқа чип салады. Ол тағы микробот арқылы Баймакс екеуі іздей бастайды. Бірақ артынан көлікпен біреу андыр жүр. Хиро жағажайға келеді. Сол сәтте артынан достарды келе қалады. Көлікпен жүрген осылар екен. Осыларды байқаған маскадағы жау контейнерді лақтырып, қуа кетеді. Олар көлікке отырып, қашып барып, суға құлап кетеді. Солай олар Беймакстың үстіне шығып алып, аман қалады. Бәрі тоңы Фредтің зәулім үйіне келеді. Үй баланың әке-шешесіне тиесілі екен. Хиро Беймаксты күшейтіп апгрейд жасау керек. Сонда жауды кім екенін таба аламыз дейді. Студенттермен бірге мықты костюм ойлап табуда. Беймакске де керемет костюм ойлап тапты.
Бала Беймаксмен бірге аспанға шалады. Беймакс ұшып жоғарыға шығып, барлық адамды скарден өткізеді. Сол сәтте Бергізіс аралда жауыздың бар екенін біледі. Барлығы сол күні Беймакске жабысып, сол аралға ұшып барады. Ол жерде тастанды ғылыми орталық бар екен. Ішінде компьютерлі қосып қарайды. Таспада телепорт жасайтын проектпен жұмыс істеген екен. Ол жерде Эбигейл деген қыз порталда қалып қойған екен. Себебі шығатын телепорттен шыққан. Маска киген жауыз осы сәтті пайдаланып шабуыл жасайды. Бірақ Беймакс арқасында тірі қалады. Балалар жабылып отырып төбелесе кетті. Бірақ жауыз мықты екен, бәрін жаққа шашып тастады. Беймакс екеуі ұшып барып маскасын шешіп алады. Хироның көзі шарасынан шығып кетті. Маска астынан Роберт Каллаганның, яғни бұрын үріп кетті деп ойлаған профессордың түрі шыға келгенде, команда тұрып қалды. Бұл өлген адам тіріліп келді сериалдарының сюжеті сияқты. Хиро Тадашидің жағдайын еске түсіріп қатты ашулы. Қолын созып Беймакстағы жасыл чипті алып, қызыл чипті салып жібереді. Беймакс терминатор сияқты болып кетті. Студенттер оны тоқтатпақшы. Арпалысып жүріп жасыл чипті салады. Бірақ профессор қашып кетті. Хиро достарына ренжіп, гаражына барып, қайта қызыл чипті салмақшы болады. Беймакс чипті ашпай, мені Тадаши адам емдеу үшін жасаған деп, барлық Тадашидің видеосын көрсетеді. Содан көңілі жібіп достарына барады. Достарымен қалған видеоны көреді. Порталдағы Эбигейл профессордың қызы екен. Ал сол апатқа кінәлі Алистер Крей деп профессор кек алмақшы екен. Қаланың ортасында Крей жаға ғимараты жайлы интервью беріп жатыр. Күтпеген жерден профессор келіп, Крейді ұстап алады да, микробот арқылы порталды ашып, Крейдің ғимаратын бұзып жатыр. Содан кейін сол порталға Крейді лақтырып жібермекші. Осы мезетте Хиро достарымен келе қалады. Профессор достарымен шайқасқа шығады. Достары микроботтарды бұзып, порталға ұшырып жатыр. Хиро соны пайдаланып, профессорды ұстап, маскасын сындырады. Портал жерге құлайды, бірақ жабылар емес. Бәрі қазір портал жарылады деп қашады. Беймакс сканермен ішінде әйел адам бар деп айтады. Сонда Хиро Беймакс екеуі ішіне ұшып кірді. Ішінде Эбигейлді тауып алды. Олар порталға қайта ұша бастады. Алдарынан үлкен тас келе жатыр. Сол сәтте Беймакс өзін тастың алдына тура қал денесімен жаба қалады. Беймакс костюмі бұзылып ауада қалды. Беймакс мен тек сендерді құтқара аламын деп ракеталық қолымен корабльді итеріп жібереді. Ал өзі ішіне түсіп кетті. Екеуі жарылыстың алдында шығып үлгерді. Сыртта Эбигейлді больницаға, ал Каллаганды полиция алып бара жатыр. Уақыт өтті. Олар универге келді. Хиро Беймакстың қолын аша бергенде жасыл чипті тауып алады. Солай ол Беймаксты қайта қалпына келтірді. Олар қалада супергеройлар командасын құрады. Қалада зұлымдықты азайту мақсатында. Достар, мультик осымен мәреге жетті. Ал сіздер қоңыраушаны басып қойыңыздар, және тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк баса кетіңіз.